Аллахтың шексіз мейірімі болған сияқты, шексіз сүйіспеншілігі де бар. Әлемде жаратқан өнер туындылары мен шексіз нығметтер арқылы өзін біздерге танытқысы әрі махаббатымызды оятқысы келеді. Машаллах, Аллахым қандай керемет жаратқансың, субханаллах, неткен кемшіліксіз пішін бергенсің деген адамдарды жақсы көреді. Адам да Аллахтың сүйіспеншілігіне жауап беру үшін азан шақырғанда дереу дәрет алып, жақсы көрген сүйіктісімен кездесуге баратын адамдай жай намазын жайып жіберіп, мені шақырыпсың Раббым, міне алдыңа келдім, сенің ұлылығыңды ұлықтап, сенің кемшіліксіз болғандығыңды дәріптеп, сенің әдемілігіңді мадақтаумен жар саламын. Басымды иген сәжделерім сен үшін Аллахым, мен де сені жақсы көремін деп айт.